Сәлем достар! Бұл Қазақстандағы IT және технология жаңалықтарына арналған Tech News жобасы. Бүгінде жасанды интеллект білім берудің ажырамас бөлігіне айналып жатыр. Бұл шығарылымда біз Қазақстандағы EdTech саласының дамуын, мұғалімдердің жаңа мүмкіндіктерін және оқушылардың алдында тұрған цифрлық болашақты талқылаймыз. Елестетіңізші, егер балаңыздың мұғалімі сабаққа дайындаларда ChatGPT қолданса, қалай қарайсыз? Қарсы болар ма едіңіз, әлде керісінше бұл заман талабы ғой деп ойлайсыз ба? Қазақстанда бұл сұраққа нақты жауап берілуде. Оқу-ағарту министрлігі мен Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы мұғалімдерге арналған жаңа нұсқаулық жариялады. Ол мектеп мұғалімдеріне сабақ барысында ChatGPT, Gemini AI, Canva сияқты жасанды интеллект құралдарын қолдану туралы әдістемелік құжат дайындады. Яғни бұл үрдіске ресми түрде рұқсат берілді. Мұғалімдер жасанды интеллект өнімдерін сабақ жоспарын дайындауда, тест пен тапсырмалар құру кезінде, оқу материалын түсіндіру кезінде көмектесетін құрал ретінде қолданады. Ал жасанды интеллект келісімен мұғалім жұмысы жеңілдей түсті делік. Бірақ сапасы ше? Сеніп отырған ChatGPT-іміз де қателеседі емес пе? Мұнда да сол маңызды қағида ұстанылмақ. Жасанды интеллект мұғалімді ешқашан алмастыра алмайды. Яғни алгоритм көмектесуі мүмкін, бірақ шешім қабылдау мен жауапкершілік бәрібір мұғалімнің өзіне қалады. Қазақстан білім беру жүйесіне ұлттық деңгейде ChatGPT еду нұсқасын енгізген әлемдегі алғашқы елдердің біріне айналды. Еліміз бен OpenAI арасындағы стратегиялық келісімнің арқасында еліміздің 165 мың мұғалімі жасанды интеллектінің ең озық мүмкіндіктерін тегін қол жеткізе алады. Бұл білім берудегі жекелендіру революциясы. Яғни бір сыныпта отырған 25 оқушының әрқайсына жасанды интеллект оның деңгейіне қарай жеке оқу материалдарын дайындап береді. Бір оқушыға тақырыпты қарапайым тілмен түсіндіру керек болса, екіншісіне күрделірек, тереңдетілген тақырыптар ұсынылады. Мұғалімдер үшін бұл үлкен жеңілдік. Енді ұстаздар қағазбастылықтан құтыла бастайды. Әр баланың прогрессін бақылау және оның шығармашылық әлеуетін ашуға, назар аударуға уақыттары қалады. Жасанды интеллект мұғалімді алмастырмайды. Ол мұғалімге баланың жүрегіне жол табуға көмектесетін интеллектуалды құрал болады. Технология мұғалімдердің жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, оқушылардың алдынан ашылатын мүмкіндіктерді де түбегейлі өзгертпек. Қазір еліміздің мектептерінде цифрлық сауат пен жасанды интеллект элементтері оқу бағдарламасының ажырамас бөлігіне айнала бастады. Бұл не деген сөз? Бүгінгі оқушылар тек дәстүрлі пәндермен ғана шектелмей, үлкен деректермен жұмыс істеуді, код жасауды, жасанды интеллект алгоритмдерін түсінуді мектеп қабырғасынан бастап үйреніп келеді. Бұл ертеңгі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болудың басты кепілі. Сонымен қатар елімізде Smart Classroom, яғни ақылды сыныптар форматы қарқынды дамып келеді. Мұндай кабинеттерде оқу материалдары тек оқулықпен шектелмейді. Мұнда интерактивті панельдер, виртуалды зертханалар, цифрлық платформалар білім алу процесін әлде қайда қызықты әрі тиімді етеді. Себебі біздің мақсат технологияны қолданып қана қоймай, оны жасай алатын креативті ұрпақ тәрбиелеу. Қазақстандағы EdTech тек мектеп деңгейімен шектелмейді. Біз қазір іргелі ғылым мен жоғары технологиялардың тоғысындағы жаңа кезеңге қадам бастық. Осы бағыттағы басты жоба білім беруге жасанды интеллектіні енгізуге арналған ұлттық AI сана бағдарламасы. Оның аясында университеттер, ғылыми орталықтар мен өндіріс саласы бірігіп, жаңа буын IT мамандарын даярлауға көшті. Мұндағы басты назар Deep Tech стартаптары, яғни ғылыми жаңалықтарға негізделген күрделі технологияларды дамытуға бағытталған. Бұл салада әлемдік нарықты мойындатып үлгерген қазақстандық жоба Trust Exam AI. Жақында бұл стартап Астана Hub Battle байқауының $25,000 жүлдені жеңіп алып, өзінің технологиялық басымдылығын тағы бір мәрте дәлелдеді. Бұл жүйе қалай жұмыс істейді? Trust Examның меншікті жасанды интеллекті 1 миллионнан астам емтихан сессиясында жаттықтырылған. Ойлап көріңізші, ол жасырын құрылғыларды, күдікті мінез құлықты, тіпті жасанды интеллект арқылы жасалған шпаргалкаларды да мүлтіксіз таба алады.
Ең бастысы, жүйе адамды алмастырмайды. Ол бір бақылаушының жұмысын 1000 есе тиімді етеді. Бүгінде еліміздегі ең ірі ұлттық емтихандар осы платформа арқылы өтеді. Ал халықаралық деңгейде Stanford Start X акселераторынан өтіп, қазір Ұлыбритания, ақш және Канада нарығына шықты. Тіпті Лондонда такси және автобус жүргізушілерін сертификаттау процесін цифрландыру бойынша ірі келісім шарттарға қол қойып үлгерген. Бұл қазақстандық технологияның жаһандық сенім деңгейіне шыққанның айқын көрінісі. Қорыта айтқанда, бүгінгі EdTech әр баланың әлеуетін ашатын дербес білім беру траекториясы және мұғалімдердің кәсіби мүмкіндігін кеңейтетін интеллектуалды орта. Қазақстандық жобалардың Стэнфордтан бастап Лондонға дейінгі нарықты бағындыруы біздің білім беру технологияларының жаһандық бәсекеге қабілетті екенін тағы бір мәрте дәлелдейді. Бүгінгі тақырып бойынша сіздің ойыңыз қандай? Жасанды интеллект мұғалімнің орнын баса ала ма? Әлде тек көмекші болып қала бере ме? Пікірлеріңізді күтеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.